Мұндай видеолар жасау үшін алдымен біздер сағатқа барамыз. Сағатты ашамыз, но менің барлық будильнигім. Так, секундомер емес, таймерді қолданамыз. Мына жерде мысалға сағат тұр, иә? Сол сағатты қолдарыңызбен былай жылжытып жібересіз. Болды. Осыны запись экранмен жазып алыңыздар. Қолдарыңызбен бір жылжытсаңыздар болады. Соны экранмен жазып алғаннан кейін өздеріңіз видеоға түсіріңіздер. Мысалға мынандай видео. Мен сақтап алдым. Сосын осындай видео түсіріңіздер. Кез келген, немесе кетіп бара жатқан, немесе қайырлы күн деп айтып, қолдарыңызды тек жоғары қарай бір ғана сілтейсіздер. Болды, осындай видео жазып алыңыздар. Дайын. Так, бір видео, міне екі видео. Міне екі видео. Енді бұны алып біздер капкатқа кіреміз, склейка жасаймыз. Так, манағы избранный қайда екен? Избранныйларда жаңағы екі видеом тұр. Так, мынау бірінші видео. Бірінші видеоны саламыз. Міне, мына жер мысалға маған керек емес, қысқартып қиып тастаймыз. Қолмен қиып тастаймыз. Мына шыққаннан бастап керек. Одан кейін мына жерге дейін ғана керек. Мынаны разделить етемін да, мына жерді удалить етіп тастаймын. Немесе қысқартып тастауға болады, өздеріңіз біліңіздер. Так, енді мына жерде жаңағы екінші видеомызға наложение жасаймыз. Міне екінші видеомыз. Бұл видеоны обрез етіп алу керекпіз. Измени, кодирование деген басамыз да. Манағы экран записпен жазылған видеоны қысқартып аламыз осылай. Сосын мына бұрышқа қоямыз. Енді қараңыздар. Мына затты басайық. Мына видео бізде қап-қара болып тұр, иә? Оны өзгерту үшін мына жерде склейканы таңдаймыз. Затемнение. Так, фильтр. Мысалы, фильтр менде идеально болып тұр. Осы фильтрді таңдаймыз да, мынаны көлемін үлкейтеміз. Енді мен келе жатырмын. Бұның да басын ұстап тұрып, қиып тастауымызға болады. 20 күтті ғана жыбырлаған екен. Сосын мына бас жағына итереміз. Енді менің қолым қозғалған уақытта мына цифрда қозғалу керек. Көрдіңіздер ме? Кеш қозғалып жатыр. Сондықтан қайтадан былай ысырамыз, қолымыздың деңгейіне алып келеміз. Сосын мына жерде тағы да қысқартамыз, себебі уақыт пен қолым сәйкес келу керек. Қараңыздар. Не шамалы сәйкес келіп тұр, бірақ чуть-чуть өзгерту керек та. Бетик, қайтып қарайық. Тағы да кешігіп тұрмыз. Осылай пока идеальный болғанша дұрыстап отырасыздар. Мынаны былай жылжытамыз да. Қараймыз. Идеально болып шықты, көрдіңіздер ме? Склейка жасап, осылай өздеріңіз өзгертулеріңізге болады. Мына жерге дейін ғана керек. Мына жерді аламыз да, мына видеоның үстін басқан сайын сол видеоны өзгертеміз. Мына видеоны өзгертсек, үстін басып тұрамыз. Мына видеоны өзгертсек, үстін басамыз, көрдіңіздер ме? Разделитті басыңыздар. Мына жағы уже бізге керек емес, ол жерді удалить етіп тастаймыз. Болды. Так, сақтау үшін білеміз, біздер ең жоғарысына 4К-ға қоямыз да, ең выше качествомен сақтап аламыз. Біздің склейкамыз дайын.